Қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін палаудың рецептін сіздерге ұсынбақшымын. Жалпы осындай күшті болып, рецепті болып піседі, дәмді болып піседі. Жасап көріңіздер. Мен түрлі дәмдеуіштер қоспаймын. Кәдімгідей қарапайым түрде жасаймын. Ол үшін маған бар жоғы сәбіз, пияз, ет, күріш және тұз бен бұрыш қана қажет. Басқа ештеңе қоспаймын. Мен сиыр етін алдым. Екі сәбіз алдым, бір кішкентай пияз алдым, және де күріш менде ақмаржан күріші, арнайы палауға арналған емес, кәдімгі үйде күнделікті қолданылатын күріш. Енді алдыменен біз пиязымызды турап алуымыз керек болады. Пиязымызды жарты шар етіп, яғни полукольца етіп турап аламыз. Ал сәбіздерімізді төртбұрышты, яғни соломки етіп турап аламыз. Енді сәбіздерімізді турап аламыз. Жалпы сәбіздің қалай туралуы шыны керек қатты маңызды емес, бірақ маған осы палауда пияз жаңағы сәбіздің ірілеу болып туралғаны қатты ұнайды. Міне мен тіпті сіздерге мөлшерін көрсетемін. Осындай қалыңдықта турап аламыз барлығын. Жалпы қыздар, бөлісе кететін бір сондай әңгіме. Менде бұрында, шын айтсам, осыған дейін палау мүлде шықпайтын. Шыны керек су көп болып кетеді, жаңағы ботқа секілді болып кететін, немесе жаңағы күрішім піспей қалатын. Мен түрлі рецептерді көрдім. Ең соңында, яғни барлығын саралап, барлығын жаңағы жинақтап, осын жаңағы көп мөлшерде қосуым керек, келесі жолы мынаны аз қосуым керек деп, шыны керек бәрін қосақтап, осы бір рецепті шығардым. Енді мен тек қана осы рецепт бойынша пісіремін үйде. Осы рецептпен пісіргенде менде ол 100% шығады, және қонақ келіп қалған кезде де ұялмай палауымды пісіре берем, себебі оның нақты 100% болып шығатынына өзім жаңағы кәміл сенемін. Табаға менде шұңғыл қазанға май құйдым, сұйық май. Осының үстіне қазір ең алдыменен пиязды қуырып алуымыз қажет болады. Пияздың сап-сары болғанға дейін до золотистого цвета қуырып алуымыз қажет, яғни қақпағын жауып. Міне осылай до золотистого цвета осылай қылдырып қуырамыз. Кейін сәбіз саламыз. Сәбізді салып, осы екеуін жақсылап тұрып қуырып алу қажет. Газдың асты орташа болу керек. Менде шамамен 10-15 минут мен қуырдым. 10-15 минуттың ішінде ол менде осындай жаңағы қуырылды жақсы. Енді осының үстіне етті жуып аламыз. Етімізді жуып алып, етімізді саламыз. Қыздар, тұз бұрышты әзірге қоспаймыз. Оны кішкене бір 10-15 минуттен бірақ қосатын боламыз. Енді осыны араластырамыз. Қақпағын жауып қоямыз. Еттің суы жаңағы тартылғанша жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Еттің суы тартылу керек. Қақпағын осылайынан жауып қоямыз. Газдың астын орташа жылдамдықта қойдым. Тұз бұрышты әзірге сеппеймін. Енді міне қыздар, жалпы 10 минуттай уақыт өтті. 10 минуттан кейін мен бұрыш септім, және тұз септім. Артық ешқандай қоспаларды, яғни приправаларды мен қолданбаймын. Шыны керек басқаларын қолдан көргенде емеспін, қалай болатынын да білмеймін. Осы күнделікті тек қана тұз бенен бұрыш. Менің көбінесе осы асханамда сол. Содан кейін 2 пиала су құямыз. 2 пиала су құйып 40 минут пісіреміз. Енді күріш жайында айта кетейін. Қыздар, мен құйылатын суды және де салынатын күрішті осындай қарапайым пиаламенен өлшеймін. Оның жаңағы мөлшері міне осындай күнделікті шай ішетін пиала ғой. Сондықтан да осыменен өлшеймін. Жаңағы осыған мен 2 пиала су қойдым. Енді күрішімді дайындап қоямын. Ол үшін күрішті алдыменен кесеге салып алып өлшеп аламыз. Мен жалпы жаңағы шұңғыл қазаныма 2 кесе, яғни толтырылған 2 кесе саламын. Жалпы 4-5 адамға осы жаңағы 2 толықнық кесе жақсы жетеді. Салып аламыз. Кейін күрішті 4-5 жақсылап тұрып салқын суда жуып аламыз да, үстіне су құйып қоямыз да,
бір 40-50 минут суда тұру керек. Яғни әзірге біздің етіміз піскенше күрішіміз суда тұру керек, сап-салқын суда. Міне 40 минуттай уақыт өтті. 40 минут уақыт өткеннен кейін күрішімізді саламыз. Үстіне 2 пиала су құямыз. Алдында біз 2 пиала суды құйып қойдық. Кейін одан кейін тағы да 2 пиала су құямыз. Сосын қақпағын жауып қоямыз. Қыздар, енді бір 10-15 минуттан кейін қақпаққа осындай орамалды байлап жауып қоямыз. Ол жаңағы күріштің ішіндегі барлық суды тартып алады. Міне шамаменен күріш піскенге дейінгі уақытты қарайсыздар, себебі әркімнің газы әртүрлі, мен нақты уақытын айтпайын. Күріштің піскеніне дейін. Міне осылай болып күшті болып пісіп шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Міне қыздар, мен табағыма салдым, үстінен укроп септім. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецепт бойынша палауларыңыз 100% шығады. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Райхан.